23-24 бөлімі шырмалған тағдыр сіздер үшін ең қызықты кадрлерді қиып алып көрсететін боламын. Теңіз түбінде 2 адам жалдамалы, әрине ол Қазымның анасының жалдаған адамдары. Мәжидені суға итеріп құлатпақ болды. Оны сырттай бақылап тұрған және осы кезде шынымен де Мәжиденің ұйықтатып тастаған дәрі беріп, осылай құлатып жіберді теңіз ортасына. Содан кейін қоңырау соқты Қазымның анасына. Біз істі тыңдардық. Енді ақшасын қашан төлейсіз? Қалай жібересіз? Төлемін тездетіп жіберіңіз дейді. Осы кезде Мәжиденің Қазымның анасы қуанды. Өйткені енді ұлының өміріне қатысы бар адам жоқ. Солайша қатты қуанды. Ал мұнда УЗИде жатқан әлі де Нериман. Ол шынымен де балалы болатынына таңғалды. Өйткені бірнеше жылдан бері көтеріп тұрған баласы еді. Қазым не қуанарын, не қуанбасын білмеді. Өйткені бұған дәл қазір не қажет емес, тіпті бала да қажет емес. Ол тек қазіргі таңда Мәжидені ғана ұнатып сүйетін. Осы кезде Қазым, сен неге қуанбай тұрсың? Біз балалы боламыз, сен әке боласың, мен ана боламын деп Нене Қазымға сөйледі. Қазым болса, бұл бала маған мүлдем керек емес. Бала керек болса, өзің туа бер. Маған қажет емес деп сөздің шындығын айтты. Нене жынданып кетті. Сен не деп тұрсың? Біз екеуміз де бір баламыз, ортақ баламыз. Мен келіспеймін, мен бәрібір де осы баланы өмірге әкелем деді. Осы кезде қоңырау соқты. Тез келіңіз дейді қарындасы. Анашым құлап қалды дейді. Содан кейін ауруханадан асығып шық. Қазым адвокатына кездесіп, ажырасуды кейінге қалдырғанын айтады. Ал мұнда ақшаға келісе алмай жатқан, тіпті ақшасын әлі аудармаған Қазымның анасы бартығын соған дауласып тұрған жігіттер есін жиған Мәжидені құмның үстіне қойып қойған. Бірақ бұлар қырылып сөзге келе алмай жатқан кезде Мәжиде қашып кетеді. Өйткені әлі ақшасын аудармағандығын. Солай келеді. Және осылай ол Қазымның анасының алдына келеді. Барлығы шок. Бұл неге келді? Сен қайдан жүрсің? Таңырқап қарап тұр. Негізгі анасының ісін қызы да білетін. Мәжиде келіп айқай салады. Неге таңғалып тұрсыңдар? Мен өлмедім. Мені өлтіре алмадыңдар. Теңіздің қақ ортасына апарып тастаған, суға лақтырып жібергенде мен өлмедім дейді. Қазымның анасы таңғалып қалады және қорқып кетті. Өйткені ол Қазымнан қатты қорқатын. Қазым анасына да барындай үйден қуып шығуға мүмкіндігі бар. Өйткені барлық билік Қазымның қолында. Барлығы тыңдап тұрды. Осы кезде Қазым анасына қарап, сен шынымен де Мәжидені өлтірмек болдың ба? Анашым шындықты айт, ол дұрыс айтып тұр ма деп айқай салады. Мәжиде, иә, ол телефонмен айтты. Осы мені өлтіретін адамдардың осы Қазымның анасының атын айтты. Сол кезде айқайлап шынданып, үшін барлығы шок болып жатқан кезде Қазымның анасы тіпті шыдай алмай шындықты бойындап, иә, мен өлтірдім, өлтіруге бұйрық бердім, балаларымның амандығы үшін деп айтқалы жатқан кезде Қазымның ең кіші жалғыз ғана қарындасы Албасты деп едім ғой бұрындары. Сол айқай шығарады. Жетер енді, жетер. Сен келгелі біздің өміріміз құрттың. Сен отбасымызға тыныштық бермедің деп Нерименге Мәжидеге айқайлайды. Барлығын жасаған мен істедім, ал не істейсіңдер дейді. Осы кезде Мәжиде есін танып қалады. Ахметтің бұрынғы қазығы Саре ол ауруханаға барып өзіне анализ тапсырады. Өйткені жүктілікке байланысты. Осы кезде Нене оны байқап қалып, кел, саған айтатын әңгімем бар. Өте қызықты, жақсы жаңалығым бар деп оны бос бөлмеге әкеліп, білесің бе, менің аяғым ауыр. Енді менің Қазым ажыраспайтын болды дейді. Өмірін құтқарып қалған және өзінің осындай іске қатысы жоқ болса да құтқарып қалған қызына рахмет, қызым, алтыным, сен менің мақтанымсың, сен үлкен керемет іс тыңдырдың деп анасы қызын құшақтап жатыр. Қазым, Мәжидені кешірші, бәрі менің кесірімнен, сені қорғай алмадым, сені енді ешқайда жібермеймін деп қасында отыр. Ал мына жақта Нене әлі де өзінің бос далбаса әңгімелерімен жоспар құрып жатыр. Біз тағы да жоспар құрайық. Біз Мәжиденің көзін біржолата құртамыз, сен куәгер бол дейді. Жоқ, Нене, есің дұрыс емес, мен ештеңеге де келіспеймін деп Саре бас тартты. Десе де сен жоспарда бұрын барсың, барлық шындықты айтып қоямын дейді. Жалғасы бар.